Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Осы видеода мен сіздерге өте күшті инсайттармен бөліскім келіп жатыр. Өмірдегі сынақтар және одан шығу жолы. Енді қараңыздар, мені ой, жассың, сен не көргенсің деп айтпақ қойыңыздар. Өмірде әрбір адамда, 18-ге толған әрбір адамда сынақтар болады. Өмірімде соларға мен анализ жасап, кәсіп былай болуға болады екен деген сияқты күшті лайфхактар жинадым. Және де осы видеода сіздермен бөлісетін боламын. Мүмкін пайдалы болып қалар сіздерге. Ал бисмилля, бастайық. Қазір 26 жылы, мен 5 жыл бұрынғы, примерно 20-21 жылғы өзімен салыстырамын. Сол кезде өмірде сынақтар болды мысалы. И қарасам, ол сынақтарда мен ұзақ жүре берген екенмін. Ұзақ ойланып, ұзақ қорқып, ұзақ тревожный состояниеда жүріп, ол шешілмейді да ғой еще. Әрекетін жасамайсың да, тек сөйтіп жүре бересің, ойлап ше. Ал қазір сынақтар болады, одан да қиын сынақтар болады. Бірақ бұл жерде шешілуі тезірек болып жатыр. Енді соның бірнеше шешімін сіздерге айтайын. Ол қалай болып жатыр, өйткені Аллах тағала осындай пайдалы нәрсе беріп тұр маған, сіздерге пайдалы болып қалар. Біріншіден, бұл сынақ кезде адам не ету керек қой бұл жерде. Осознавать еттім да өзім состоянияға байланысты. Сен сынақтың состояниясына кіріп кетесің, өзің шықпайсың, жүре бересің. И неосознанно сен өзің шықпай жүресің. Жақсы көріп қаласың, сен үйреніп қаласың сол состоянияға ше. И сода жүре бересің. Ал сынақ кезде Аллах тағала, мен қазір қорқып тұрмын, жаман уайымдап тұрмын, ішімде жаман қорқыныш көп болып жатыр. Мені осы состоянияда тез шығара көрші. Аллах тағалам, мен бақытты, қуанышты, легкий болып күлімдеп жүргім келеді, шүкіршілік айтып саған, Аллахым, сен жақсы көріпсің, күшті, қуанышты болып жүргім келеді. Мені осы состояниядан шығаршы деймін. Және де дұға еткеннен кейін ана ситуация байланысты бүкіл әрекеттерін жасайсың ғой. Білмеймін сенен қандай ситуация болып жатыр, соған байланысты сен қолыңнан не келеді, бәрін жасайсың. Адамдармен сөйлесу жан-жақтан өзің қыспайсың, ұялу деген нәрсенің бәрін алып тастайсың да, қолыңнан келген бүкіл жақсы нәрселер соны шешеді-ау деген бүкіл әрекеттерін жасайсың. Енді ол болмай жатыр вообще. Еш нәрсе болмай жатыр. Еще адамға байланысты сынақ болса, адам сені прям қысым қылып жатыр, кәдімгідей ауыртпалыға келіп жатыр. Сол кезде Аллах тағала, Аллахым, мен қолымнан келген барлығын жасадым, бірақ ана адамдарда мен қатты қысым көріп жатырмын. Аллахым, сен көмектеспесең, ешкім көмектесе алмайды. Мен үшін мүмкін емес, сен үшін бәрі мүмкін. Аллахым, көмектесе көрші дейсің. Енді кәдімгі әрекеттерін жасағаннан кейін дұғаның әрекетін жасау керек. Ол қалай? Миыма сол кезде неше түрлі дұғалар, неше түрлі сүрелерді оқу, мынанша количествода оқу деген сияқты инсайттар келе бастайды. Давай сен қазір сол шешілу үшін Фатиханы 40 рет, Фалақ, Иқлас, Нас, соларды 40 рет оқы, Аятул Курсиді оқы, Юнус пайғамбардың дұғасын оқы, салауатты 1000 рет оқы деген сияқты. Сөйтіп шаман кейінше оқи бастаймыз олардың бәрін. Ал бисмилля, Аллахым, пожалуйста, көмектесе көрші деп аналарды оқып атасың, салауатты оқыған кезде проблеманы ойлап тұрасың. Аллах тағала сол кезде шешіледі екен, білесіздер ғой, ол лайфхакте салауат айтқан кезде проблема ойлап тұрса, сол проблема шешіледі. Сөйтіп солардың бәрін, амалдардың бәрін жасайсың. Например, мен 40 рет Фатиха оқуым қажет. Оқып атқан кезде мен Фатиха сүресінің мағынасын ойлап тұрамын. Өйткені арабшадан қазақша мағынасын көп оқып жаттап алғансында, альхамдулиллахи роббил аламин, бүкіл әлемдердің раббысы Аллаға шүкіршіліктер болсын. Мен альхамдулиллахи роббил аламин дегенде автоматически аудармасы миымда тұрады. Дұғаларды айтасың, ал салауат оқып атқан кезде сен проблемаңды ойлап тұрасың. Аллахым, көмектесші деген сияқты. Бүкіл комбинациялар жасадың дұғалардың. Енді күтесің. Аллахым, қолынан келген барлығын жасадың, көмектесші дейсің. И бір тәуекел жасау керек кездер болады. Аллахым, тәуекел жасадым, пожалуйста, орнын толтырып берші. Мен өзім сәл минусқа кететіндей бір тәуекел жасадым, толтырып берші дейсің. Сөйтіп жасайсың, бәрін жасайсың, бәрі нормально болды вроде. И еш нәрсе күтпейсің ғой, Аллаға тапсырғаннан кейін уже 26 жылмен салыстырып отырмын. И ана проблема кешке бұйырса, осы бір күннің ішінде шешіледі ғой негізі. Бір күн, 2 күннің ішінде де. Бұл жерде Аллах тағала сені естиді. Бұл жерде дұғаны тауысаңдар болады. Аллахым, сен бәрін естушісің, бәрін көрушісің, менің ішімде не отқан бәрін білесің. Сенен басқа ешкім көмектесе алмайды. Аллахым, аналар өздерін Құдай санап алған шығар, бүкіл әлемді басқарып тұрмыз деген шығар. Бірақ Аллахым, сен оларды басқарып тұрсың ғой. Ешкім сенен жоғары емес қой. Аллахым, олардың жамандықтарынан сақтай көр. Жүректеріне мол мейірім бер. Менің оларға деген көзқарасым жақсарт. Олардың маған деген көзқарасын жақсарт. Жамандықтарынан сақта. Аллахым деп қайта
андай есікті қаққан сияқты қайта сұрай бересің, жүрегіңмен сұрай бересің, тынышталғанша, өз-өзіңе келгенше, сөйтіп ана проблема бәрі шешіліп нормаль болған кезде анализ жасайсың. Так, бұл проблемада мен мына жақта сәл эмоцияға беріліп кетіппін, мына жақта дұрыс емес сөздер айтып қойыппын, келесі жолы былай жасамаймын деген ше. Ана адам кінәлі деп отыра бергеннен гөрі өзіңмен де жұмыс жасау керек та бұл жерде ше. Біліп тұрсың сен оның кінәлі екенін бетіне айтып қойдың, ешнәрсе өзгермесе не істейсің? Өзіңмен жұмыс жасай бастайсың. Ситуациядан сөйтіп басқашалай шығудың жолын іздей бастайсың. Солай. Одан кейін екіншіден, өміріңде проблема ұзақ уақыт прям тоқтамай жатса, бірінші нәрсе айтайын. Біріншісі жаңағы состояниеға кіріп кеткенсің, шықпайсың. Екіншісі шүкірсіздікте. Аллах тағала, например, сен ақшаға байланысты проблема беріп жатыр саған ше, бірақ сен сразу хапет бәрін бір күнде бір сәтте бергенін қалайсың да, Аллах тағала саған күнде беріп жатыр, например. Сен күнде соны естіп шығудың орнына естіп жылап жүре берсең, ол кезде дұрыс емес нәрсе да, өйткені шүкірсіз болып жатырсың да, жоқ маған сразу бәрі керек деген сияқты. Ал Аллах тағала шүкіршілдерді жақсы көреді и всегда жолдарды көрсетеді. Сол нәрсені естен шығармау қажет. Және де ең біріншісі жертва состояниедан Аллахым шығаршы деп дұға етіңіздер. Прям күшті 95% проблеманың шешімі сол ғой негізінен ше. Жаңағылардың бәрін жасаңыздар. И үшінші нәрсе, Аллах тағала тыйым салған нәрселерге жоламаңыздар. Вообще жоламаңыздар. Қарызға байланысты проблема ма, кредитке жоламаңыздар. Өйткені кредит деген ол Аллах тағаламен елшісіне соғыс ашқанымен бірдей тең болып тұрады. Аллахым, осы ситуациядан кредитсіз шығуыма көмектесші. Пожалуйста деп қатты тілейсіздер. Өйткені Аллах тағала жоқтан бар етуші бәрін жасай алады. Сен мүмкін емес деген нәрсені ше. Просто бұл жерде соған келу керек болады да. Көп духовно развиваться ету керек. Құранды арабша оқып үйреніңіздер. Және де жаңағыдай проблеманы ойламайтындай зікірлермен айналысыңыздар. Әрекеттеріңізді жасаңыздар. Көбірек садақа жасаңыздар. Садақа деген ақшаңды көп беру емес, басқа да садақалар бар. Біреуге көмектесу деген сияқты, қолына келген нәрсені жасау деген сияқты. Білімің бар болса, біліммен бөлісу деген сияқты ше. Солардың барлығын жасаңыздар. И Алланың қалауымен осы әрекеттердің бәрін жасайсыздар ғой. Аллах тағала көріп тұр сіздің еңбегіңіздің барлығын ше, шешімін де беріп қояды. Түсінікті ғой, намазды қаза етпей оқыңыздар, вовремя оқыңыздар. Ой, қаза қылып оқи салам деп, ондай болмайды. Аллах тағаламен честно болыңыздар да. Аллах тағала сіздердің бәрін естіп тұр, іштеріңізде айтпай айтқан нәрселеріңіздің бәрін біліп тұр, тығып атқан нәрсеңіздің бәрін біліп тұр. Сондықтан честно болыңыздар. Аллахым жаман ойлардан сақта деп. Біреу туралы жаман ой келе ма, ол адамға көп дұға ету керек, значит. Біреу сен қинап отыр ма, ол адам үшін көп дұға ету керек. Түсінікті ғой, осылай жақсы болып кетуге болады. Енді бұл жерде мен өз-өзім мақтап етіп айтқан жоқпын. Өмірімде болған ситуацияларға анализ жасап, сіздермен бөлісіп жатқаным. Может, бұдан кейін де күшті инсайттар келіп қалатын шығар. Пока что білгенмен бөлістім. Видео ұнаса соңына дейін көрсеңіздер, лайк басып, комментарий жазып кетуді, достарыңызға жіберіңіздер, осындай қиын сынақта жүрген. Может, оларға да көмек болып қалатын шығар, сондықтан да сіздерден қолдау күтетін боламын. Баршаларыңызға сәлем алейкум, сау болыңыздар.